Гендерлік зорлық-зомбылықпен күресу, жәбірленушілердің құқығын қорғау, агрессорлармен қалай күресуге болады? Бүгін Алматыда Орталық Азия мен Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаушылармен жұмыс атты өңірлік семинар өтіп, өзекті мәселелер талқыланды. Халықаралық сарапшылар өз тәжірибелерімен бөлісті. Нақты мысалдар келтіріп, нәтижелері туралы айтты. Орталық Азия елдерінде агрессорлармен жүйелі жұмыс жөніндегі бағдарламаны енгізуді қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар айқындалмақ. Тұрмыстық зорлық-зомбылықты қылмыс ретінде қарастырып, кодекске енгізу біздің негізгі ұсынысымыз, дейді ұйымдастырушылар. Бұл жерде тек қана жәбірленушілермен емес, жаңағы сол зәбірді жасаған адамдармен де жұмыс істеу керек деп жатыр. Себебі бұл енді біз жәбірленушілермен жұмыс істейміз ғой көбінесе. Бұл жерде айтады, зәбір жасаушылардың, олардың да өзінің бір спецификасы бар дейді. Біздің ұсынысымыз былай. Бұл жерде бұл әкімшілігіміз бұл қылмыс ол қылмыстық кодексте болу керек. Қазақстан соңғы жылдары гендерлік теңдік және тұрмыстық зорлыққа қарсы тақырыптарды қозғап бастап жатқаны өте қатты қуантады. Жәбірлеушілермен жұмыс барысында ең тиімді әдіс 6 ай ішінде психологтар мен сарапшылардың бірлесіп, жәбір көрсеткен адамның эмоциясы мен назарын басқа мәселелерге аудару. Бұл әдіс өзінің тиімділігін дүние жүзі бойынша көрсетті.